Мен Қытайға қалай оқуға грантқа түстім және Қытайда оқуды армандауды қашан бастадым, оған не себеп болды, осы туралы қысқаша айтып бергім келіп отыр. 2009 жылы мектеп бітіргеннен кейін мен Түркістан қаласындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне Қытай филологиясы мамандығына түскен болатынмын. Сол кезде Қытай тілін енді үйреніп бастаған кезде бізде оқулықтарымыздағы мәтіндер өте қызық болатын. Мали деген Қытай қызының Австралиядағы шетелдік өмірі туралы баяндалған мәтіндер болды. Сол мәтіндерді оқыған сайын мен Малидің шетелдегі студенттік өміріне қатты қызығатынмын. Сол кезден бастап мен де шетелде оқуды, әсіресе Қытайда оқуды қатты армандап бастадым. Енді ол кезде адамдардың көзқарасы онша болмайтын. Қытай тілі мамандығында оқимын десем, барлығы ертең сен жұмыста болмай қаласың ғой, неге бұл мамандыққа түстің деген сияқты нәрселерді жиі еститінмін. Біртіндеп Қытай тілін үйрену барысында біз әртүрлі шаралар ұйымдастырып, сол университеттегі Қытайдың мәдениетіне ғашық бола бастадым. Сол арқылы Қытайға деген қызығушылығым өсе берді. Бір күні бірінші курстың екінші семестрінде Қытайдан оқуға бір грант келеді. Сол емтиханға қатысып, мен сол грантты жеңіп аламын да 19 жасымда Қытайға кетемін. Солай Қытайда 4 жыл бакалавриат оқыдым. Алғашқыда 4 жыл Қытай филологиясын тамамдаймын. Одан кейін ол кезде мен Үрімші қаласында оқыған болатынмын. Бірақ Үрімші қаласындағы менің ең керемет профессорым біздің Қытай тілі деңгейімізді өте мықты қалап берді. Ол кісіге алғысымды айтамын әліге дейін. Одан кейін магистратураға жолымды келесі рилста айтатын боламын.